Бәріне сәлем. Қалай ойлайсыздар? Іс бастауға қандай бизнес жоспар қажет? Бүгінгі сабағымыз осы жайлы болмақ. Сонымен, біз іс бастауға қажетті ресурстарға ие болып, бизнес бастағалы тұрмыз. Дегенмен, бизнесті бастап кетуге әлі ерте. Бүгін біз жеке бизнесті қалай және не үшін жоспарлауымыз керек екендігін талқылайтын боламыз. Үлкен бизнестің әлеміне кірмес бұрын біз нарықта тауарымыз немесе қызметіміз сұранысқа ие бола ма? Мен бизнесті кеңейтіп, өз саламда жаңа мүмкіндіктер таба аламын ба? Мен бұл іспен қанша уақыт айналыса аламын? Нарықта мықты бизнесмендер мені жеңіп кете ала ма деген сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Бұл сұрақтардың бәріне дұрыс құрылған бизнес жоспар жауап бере алады. Бизнес жоспар потенциалды инвесторлар үшін арнайы жазылатын жағдайлар да бар. Инвесторларда болашақта табыс әкелетін жаңа идеяларды ұсынады. Бизнес жоспар сіздің тауарыңыздың немесе қызметіңіздің нарықтағы бағасын, бәсекелестікке қабілеттілігін және болашағын анықтауға көмектеседі. Ол екі сегменттен тұрады: сіздің бизнесіңіздің сипаттамасы және қаржылық есептер. Ал енді осы екі сегменттің неден тұратынын анықтайық. Сонымен, алдымызда бизнес жоспардың сызбасы тұр. Біз бүгін осы туралы сөйлесетін боламыз. Біріншіден, сіз бірнеше сөйлеммен өз бизнесіңізді сипаттауыңыз керек. Яғни, ол мен не сатамын, кімге сатамын, не үшін сатамын деген үш сұраққа жауап беруі тиіс. Бұл жерде сіздің идеяңызды іске асырудың бүкіл процесін ойластыру керек. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары бойынша бизнесті қарастырайық. Бірінші кезеңде біз процесті сипаттаймыз. Мысалы, мен техниканы жөндеймін және оған қажетті құрал-саймандарды сатамын. Менің клиенттерім күнделікті тапсырыс беруші қарапайым адамдар. Сондай-ақ дамуға мүмкіндік пен ай сайынғы төлем беретін түрлі компаниялар. Немесе мен телефон, компьютер және принтерларды жөндеймін және сапалы жұмыс істеуге тырысамын. Себебі менің өнерімде бұл салада істейтін мамандар өте аз. Мысалға делік, Еркен аға маған дүкенде 4 шаршы метр орын бөліп беретін болды. Ол жерде мен жеке тапсырыстарды қабылдап, үлкен тапсырыстарды үйде жасайтын боламын. Бизнесті ашқан кезде алғашқы клиентті шақыру сәтінен бастап, ақшаны алу және осы клиентті келесі саудаға дейінгі әрбір қадамын егжей-тегжейлі сипаттап отыру өте маңызды. Бизнес жоспардағы келесі қадам — нарықты талдау. Сізге тауарыңыз немесе қызметіңізді кімдер пайдаланатынын түсініп алу керек. Нарықта осындай ұсыныстарға сұраныс бар ма? Егер интернетте ақпарат табу мүмкін болмаса, немесе қиын болса, онда өңірдегі клиенттер арасында сауалнама жүргізіп көріңіз. Енді бәсекелестерге талдау жасаймыз. Сіз барлық бәсекелестерді зерттеп, олардың күшті және әлсіз жақтарын байқаңыз. Бұл сіздің олардан артықшылықтарыңызды анықтауға көмектеседі. Мысалы, Антон да сапалы жөндеумен айналысады, бірақ ол өте ұзақ жұмыс істейді. Тимур тез жөндейді, бірақ жаңа қосалқы бөлшектерді емес, ескілерін пайдаланады. Серік жаңа қосалқы бөлшектерді сатып алып, жөндеуді тез әрі сапалы жасайды, бірақ оның жұмыс істеу уақыты сағат 2-ге дейін. Ал енді өз бәсекелестеріміздің барлық күшті және әлсіз жақтарын ескере отырып, мен 10-нан 8-ге дейін жұмыс істейтін боламын. Тек жаңа қосалқы бөлшектерді пайдалана отырып, сапалы және тез жөндейтін боламын. Өзіңіз байқағандай, бұл бір қарапайым әрі жалпылама талдау. Ал сіз өз бизнесіңізді жан-жақты зерттеп, бәсекелестерге нақты талдау жасаңыз. Енді сізге компания туралы клиенттерге ақпаратты жеткізудің жолдарын ойластырған жөн. Ол визитка жасау, жергілікті аудан бойынша жарнамаларды желімдеу, немесе сіздің жұмыс орныңызда ілулі тұрған жарнама тақтайшасы болуы мүмкін. Бұл жерде өз қиялыңызға ерік беріңіз. Сондай-ақ біздің өткен сабақтарымызда айтылған іс бастауға қажетті құралдарды пайдаланған жөн. Енді сіздің қолыңызда нақты бекітілген іс-қимыл жоспары бар. Енді сол бойынша әрекет етуге ұмтылыңыз. Жұмыс барысында сізге жаңа идеялар қосатын инсайттар пайда болады. Талдау жасалғаннан кейін сіздің жобаңызды санмен жазу керек. Яғни, бағаны анықтау, шығындар және пайданы болжау деген сияқты бизнесіңіздің қаншалықты тиімді екенін түсіну өте маңызды. Бастапқы сауда. Сіз өз ісіңізді бастауға қанша ақша жұмсайтыныңызды барынша нақты жазып алуыңыз керек. Яғни, визиткалар мен хабарландыруларды басып шығару, паяльник пен шам сатып алуға қажетті. Еркеннің ағайынан үй-жайды жалға алу төлемдері және тағы басқа ай сайынғы шығындар. Жарық үшін телефон мен интернет жарнамасына, қызметкерлерге жалақы төлеу қажет. Бұл шығындар ай сайын төленетін болады.
Тауардың немесе қызметтің бағасы. Бағаны дұрыс есептеу үшін бірнеше факторларды ескеру қажет. Олар сатып алу, жеткізу және электр қуатына кететін шығындар. Сондай-ақ бәсекелестердің бағасын салыстырып, клиенттің қандай бағаны төлеуге дайын екенін білу керек. Сонда сіз өз ұсынысыңызды нарыққа барынша лайық етіп қоясыз. Кірістер мен шығыстар болжамы. Тауар не қызметті кімге және қандай көлемде сатуға болатындығын белгілеп, потенциалды клиенттерді тіркеу қажет. Кез келген бизнестің пайдаға шығуына 3-4 ай керек. Осы кезең өткеннен кейін сіздің табысыңыз ай сайынғы шығындарыңызбен теңестіріліп, сіз шығынсыз пайда нүктесіне жететін боласыз. Таза пайда. Кез келген кәсіпкердің өзіне қоятын бастапқы мақсаты. Біреу оны бірнеше айдан кейін, ал біреу болса өндіріске үлкен қаражат салып, бірнеше жылдан кейін ғана ала бастайды. Сату бойынша бизнестің қаржылық есебін жасауға тырысайық. Заманауи аппараттың құны 60 000 теңге. Өнімділігіне келсек, сағатына шамамен 2-3 килограмм қант керек болады. Бір мақтаға 20 грамм қант кететін болса, онда үздіксіз жұмыс істеу арқылы сағатына 150 тәтті мақтаны дайындауға болады. Порцияның орташа бағасы 300 теңге. 1 килограмм қанттың көтерме бағасы 200 теңге. Мәселен, сіз аптасына 8 сағат маркетте жұмыс істесеңіз, күніне 50 порция мақтасын сатасыз. Мереке күндерін есептемегеннің өзінде сауда айтарлықтай жоғары болмақ. 30 күнде сіз 1,5 мың порция сатасыз. Жалпы табыс 450 000 теңгені құрайды. 11-ші бөлім. Шығындар. Бір порцияға арналған шығындар 20 грамм қант, қаптама, таяқша. Қант 0,2 килограмм 1,5 мыңға көбейтілген. Нәтижесі 30 килограмм. 200-ді 30-ға көбейтеміз, 6000 теңге. Таяқшалар мен қаптамалар порцияға 10 теңге. 1,5 мыңға көбейтеміз, 15 000 теңге. Бір оператордың еңбек ақысы 60 000 теңге. Бірақ бізге ауысым бойынша жұмыс істейтін 2 оператор қажет болады. Сонда 60 000 теңге, қосу 60 000 теңге, нәтижесі 120 000 теңге. Басқа да материалдар мен қызмет көрсетуге арналған әртүрлі шығындар. Айына 50 000 теңге. Жалға алынған орынның ақысы 50 000 теңге. Жалпы шығындар 241 000 теңгені құрайды. Шығындар мен салықтарды есепке алмағанда, ай сайынғы таза пайда 209 000 теңге. Мереке күндерінде жаңа маркетингті дұрыс қолданудың арқасында пайданы 2 есе көбейтуге болады. Түрлі жабдықтарды пайдалана отырып, қосымша табыс табуға болады. Мәселен, механикалық сауда-саттық, жүгері автоматы немесе жеміс шырындарды сату. Енді бізде бизнес жоспарды қалай құру туралы ұғым қалыптасты. Ал мен нарықты, клиенттер мен бәсекелестерді талдауды тұрақты түрде жүргізу керек деп тағы бір рет қайталаймын. Таңдаған нарығыңызды барлық ауытқуларды түсіну үшін мамандар жылына 3-4 рет талдау жасап отыруға кеңес береді. Тәжірибелі кәсіпкерлерден тағы бір кеңес. Қайда ұмтылуды білу үшін үнемі алдыңызға мақсат қойыңыз. Мәселен, мен күніне 10 клиентке қызмет көрсеткім келеді. Мен аптасына 100 күрек сатқым келеді. Мен айдың соңында 100 000 теңге таза пайда алғым келеді. Ең бастысы сіздің мақсатыңыз нақты және қолжетімді болуы керек. Бизнесті нөлден бастап өз мақсаттарыңызға жеткен кезде өзіңізге деген сенімділік пайда болады. Өзіңіз таңдаған бизнес жолы дұрыс екендігін түсінесіз. Қазір бастамасаңыз, ертең кеш болуы мүмкін екендігін де ұмытпаңыз.